Шымкентте жүргенде бір капельницам қалып кеткен еді. Соны алып, шашымды қарасаңыздар, парикмахерскийге алдырдым. Кәдімгі мына саяхаттағы ғой. Қалай нормальнаған ба? Осыны алдыра салдым. Болады, вроде бы. Айтпақшы қайырлы күн, ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Сонымен зеленый базарға кіріп, бір копченый балық жегім келіп жатыр ше. Селедка ма, бір нәрсе бар ғой. Соны алып, Құдай қаласа ертең эфирдемін ағаш. Бүгін солай. Ана квартиранда мәселесі бар. Алматыға келгенде үйтіп, мына бір күнде бүгін сұранып, тіліктерін бітіріп жатқан жайым бар. Қалайсыздар, өздеріңіз амансыздар ма? Енді бұл базарды айта алмадым ғой, бұл зеленый базар. Мен любимый базар, Қазақстан бойынша номер 1 базар осы. Сол ағаш осындай футболка алып, қалай нормальный ма? Бүкіл базар қосылайық көріп отыр ғой. Приятно, да, күшті да, бәрі қосылайық көріп отыр, ойлашы. Барасың ғой олайдан. Че там бізді көріп атыс па десем. Жүгірмек, сен не жүрсің? Солай болады. Балық жейін дегеннен мама стористі көріп жазып жіберіп, мына ыстықта балық жеме, отравление болып қаласың. Жүрегім лек ете қалып, балық жемейтін болдым. Сол, инже братан, реклама керек болса, жарнама керек болса, халал. Смело жендеріңізге хабарласа беріңіздер. 24-те 7 жауап берем. Любой реклама, халал болса, халыққа пайдасы тиетін реклама болса. Және де мынау кафелер бар ғой, кафе, ресторан, мысалға, тамақ на вынос, тамаққа қатысы бар нәрселер. Солар маған жазсаңыздар, даммай, клиенті аз, клиенті жоқ, клиенттер ақта деп сөйтіп жүрген бизнесмендер болса, маған хабарласыңыздар. Келісемізді, мен сіздердің точкаларыңызды номер 1 қылмасам да бір 10-қа 20-қа кіргізіп берем. Екінің бірі білетін болады. Білесіздер ғой? Реклама TikTok'та, Instagram'да, екеуінде де. Смело жаза берін ағаш. Мама, нанды не жеме дегеннен кейін, балық жеме дегеннен кейін, не аларым білмедім да магазинде. Сөйтіп қаран ағаш. Нан алып алдым. Енліктің жақсы көретін тамағы. Латио алып алдым. Майонезі білән. Айран алып алдым. Бір штук пияз алып алдым. И мынандай алдым қара. Беш бармақ істеймін ғой, короче. Жайма и тушонкасы білән. Қазір осыдан беш бармақ дайындаймын да, көрсетейін ба қалай шығатынын? Шымкентте күн деген өте ыстық екен. Алматының ыстығы жолда қалды. Біз Жансу екеуміз ол костюм киіп, пиджак киіп алғаннан алып келе жатыр ғой. Мынандай ыстық па деп. Күшті бір жұмыстар бітіріп жүрміз. Кәдімгідей Жансу маған көмектесіп жатыр бәрі жерден. Енді Жансуды көп көресіздер менің сторисімнен. Екеуміз 8 жылдан бері араласамыз. Сонымен қазір күшті нәрселер бітіріп жүрміз. Ассалаумағалейкум достар, ағайындар, қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгін менің жақын бір бауырымның Арманжан туған күні. Біз екеуміз бірге Қытайда общежитиеде бірге туған болатынбыз. Туған күні құтты болсын бауырым, өмір жасың ұзақ болсын, бұлақта өмір, жаңғақтай қатты бол, ауырмасын қама. Инстаграм болмаса да, ол мені бақылайды. Құтты болсын бауырым, шын жүректен. Шарара дейтін байлады. Қалайсыздар жақындар? Амансыздар ма? Миллион болдық, миллион подписчик болдық, құттықтап жатқандарға рахмет. Образ өзімнің сосқалау түріме қайтып оралған сияқтымын, я? Қалай? Осылай жарасың?